Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге лечо салатының рецептісімен бөлісемін. Бізге қажетті қызанақ, болгар күріші, тұз, қант, уксус, сәбіз, пияз. Ет тартқыштан біз осылай қызанағымызды өткізіп алып, 150 грамм май құйып, қайнатамыз баяу отта. Ары қарай біз ол жерге пиязымызды турап саламыз. Салатымызды жақсылап араластырып, тағы да қайнатуға қоямыз. Ары қарай қайнағаннан кейін біз бұл жерге туралған сәбізімізді қосатын боламыз. Сәбізіміз кішкене көп қайнау керек болады, өйткені ол қатты. Және де үстіне біз ары қарай 250 грамм қант саламыз. Екі ас қасық тұз салатын боламыз. Салат дайын болуға қалғанда болгар бұрышымызды ірілеп турап салатын боламыз. Болгар бұрышы ол өте тез піседі. Салатымыздың дәмін қараймыз. Пісуге 5 минут қалғанда біз оның үстіне уксус құямыз. Мен 2 ас қасық уксус құйдым. Алдын ала дайындалған банкама салатымызды осылай құйып аламын да, бетін қатты бұрап банкамызды жылы жерге орап қоямын. Бұл салаттың дайындалуы өте қарапайым және де қолжетімді заттар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер үй жағдайында. Және де менің келесі видеомды жіберіп алмас үшін қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Міне осымен салатымыз дайын. Ас болсын.